Балаға ит көйлек кигізу. Дүние есігін ашқан сәбиге ең алғаш тігісін сыртына қаратып, киім тігіп кигізеді. Бұл киімнің атын ит көйлек немесе ит жейде деп атаған. Киімнің бұлай аталуы жайында мынандай қызық аңыз бар. Тәңірі Тағала адамның мүсінін жасағанда, оның кіндігінен алынған бір шөкім балшықтан итті жаратады. Иттің үнемі адамнан айырылмай, қайда барса да иесінің мал-мүлкін қорғап, адамға серік болып жүретін себебі сол екен. Кіндік балшығынан жаралған соң, алғашында оның терісі түксіз жалаңаш болыпты. Адам ата жаралған соң, оны 40 күн, 40 түн ит күзетіпті. Ілбіс адамға жақын келіп, «Тәңірі, сенің несіне жаратқан, түрін құрсын» деп, адамның бетіне түкіріп жібереді. Сол сәтте ит адамды қорғап, Ібліске тап береді. Ібліс итке ашуланып, қаһарын төгеді. Іблістің қаһары асып түсіп, ит тоңып өледі. Хақ Тағала иттің ерлігіне риза болып, оны қайта тірілтіп, денесіне жүні қалың термен қаптайды. Адамның шаңырағынан мекен береді. Ал Ілбіс адам бетіне түкіргендіктен, адам әртүрлі кеселге шалдығатын болыпты. Ит адам ата мен Хауа ана жер бетіне түскен кезде алғаш рет соларға сенімді серік болыпты. Оларды бәле жаладан, қауіп-қатерден құтқарып, қорған болған екен. Жаңа туған баланы да бәле жаладан қорғасын деп, ит көйлек кигізіп, ырымдау содан қалыпты. Ит көйлекті бала 40-нан шыққанша кигізеді. Оны шыт, сиса, бәтес, бөз сияқты жұмсақ маталардан жасайды. Тысын сыртына қаратып, шетін бүкпей пішеді. Жағасын ойып, өңіріне баланың басы сиятында етіп, тік-тілік жасайды. Баланы 40-нан шығарғансын, ит көйлекті дала тастамайды. Тауға барған адамдар, жауға шапқан батырлар баласының ит жейдесін қойнына тығып, өзімен бірге ала жүрген. Себебі, көйлек қауіп-қатерден, бәле жаладан сақтайды деп ырымдаған. Баласы жоқ әйелдерге ит көйлекті ырым етіп береді.